Баршаңызға сәлем достар. Үйдегі осындай шыны ыдыстарымызды жылтыратып тазартып аламыз. Соның жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Мен бір заттың көмегімен бәрін осылай тап-таза қылып алдым. Үйде кішкентайлар бар, қолдарымен ұстайды, май қолмен ұстайды, солардың іздері қалады. Сол майлар қатып қалады, солардың кетірудің ең оңай тәсілмен бөлісемін. Ол үшін бізге ыстық су қажет болады. Суымызды газге ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, бірақ ыстық болу қажет. Қайнап бастағанда өшіріп тастаңыздар. Осылай ыдыстарымызды сол ыстық суға саламыз. Мен барлық үйде осылай май болған, дақ болған ыдыстардың бәрін салдым. Осылай салып, үстінен 5 ас қасық содасын салдым. Көрдіңіздер ма, содан салғанда өзі қайнап тұрған суда реакция болады. Өстіп көпіреді. Видеода қарасаңыздар байқалады. Менде көпіріп қайнап жатыр. Бірақ асты газдың өшік тұр. Себебі бұны қайнатпаймыз. Тек бірақ қайнайын деп тұрған ыстық суға саламыз. Осылай реакция жүреді өзі. Бар жоғы бір 15 минутқа қойсаңыздар да жеткілікті. Сумен, губканың көмегімен осылай бір сүртіп алсаңыздар, қатып қалған майлары, дақтары бәрі өздігінен кетіп қалады. Жарты сағат, 1 сағатқа қойсаңыздар, вообще сүртудің керегі жоқ. Алып, шайып, тап-таза шайып ала бересіздер. Мен бәрін осылай бір-бір сүртіп алдым. Сосын таза суға 2-3 рет шайып алдым. Себебі сода аппақ болып қалып кетпес үшін. Осы только соданың көмегімен ғана кетірдім. Басқа ештеңе қосқан жоқпын. Бәрін естіп тазалап жуып алдым. Байқасаңыздар, аяқ жақтарында май болған менде. Соның бәрі кетті. Мына ыдысымда жылтырап тап-таза болды. Мен телефонымның несінен сіздерге көрінбей жатқан шығар, бірақ сіздер өздеріңіз жасап көріңіздер. Сол кезде результатын көресіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Жасап көріңіздер. Ең оңай тәсіл. Баршаңызға рахмет.